Сенің өзіне көп алатын досың. Қалың малың қанша? 10 миллиард. 10. Ой, бәлә! Шығатын жағы аяқпын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Арсик Сусар Короче достар, бүгінгі видеода бізге келген қонақ тиктокерша Лейди. Ютуберша еще. Так что, ютуберша. всем привет. Тық жер отыр, я. Короче достар, бүгінгі видеода біз мына тиктокерша Лейди, ютубершасы да бар екен. Соған, короче, біз 10 сұрақ қоятын боламыз. Ол 10 сұраққа ешқандай өтіріксіз, короче, барлық шындықты айтып бізге жауап беру керек. Так что, Лейди, дайынсың ба? Дайынмын. Ал, короче, достар, видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал ендеше біз өзіміздің кереметті видеомызға кеттік. Короче, Лейди, біз, картке кірдік. Лейди, сұрақ қоя берейін, дайынсың ба? Дайынмын, кеттік. Короче, саған қойылатын ең бірінші сұрақ, тиктокқа қалай келдің? Тиктокқа, короче, мен келдім. Free Fire'да чисто случайно бір какой-то баг шықты да, обновлениеден кейін қуып кетті Free Fire, соның бәрін мен жазып алдым и оны тиктокқа салып жібергем. Иә, тиктокқа салып жібергем ғой. Білмеймін неге салдым, хотя тиктокерлерді білген жоқпын Free Fire түсіретін. Сосын салып жібергем, рекқа түсті и, короче, адамдарға қызық болды да, мен де қызығып кеттім тиктокқа содан кейін, актив болғаннан кейін. Сосын видео салып бастадым. Қандай видео салып бастадың содан кейін? Tosындай баг жайлы ма? Жоқ, ең бірінші негізі мен орысша түсірдім контентті, потому что қазақ тиктокерлер бар деп ойлаған жоқ, орысша бастым. Ең қиын бір-екі сөздер айтып жібер. Қалайсыңдар? Орысша білесің ба не сен? Білем. Сәлем деген қалай айтылады орысша? До свидания. Білесіз екенсің. Короче, онда орысша сөйлестірмей жалғастырмай қойық. Саған, короче, екінші сұрақ. Тикток түсіруге саған кім шабыт берді? Тиктокқа келуіңе, короче. Шабыт ешкім берген жоқ. По сути, айтып тұрмын ғой, тиктоктан ешкім көрген жоқпын, өзіме бастап кеттім да. Өз-өзіме шабыттандым де. Тұрдың да видео түрінде тиктокқа салып көрейінші дедің да? Жоқ, қара, мен активті көрдім. Актив күшті болған сайын мен прям шабыттана бастадым. Қайта-қайта түсіргім келе берді. Когда актив болмады, наоборот, түсіргім келмей кетеді. Соған байланысты ғой активке. Понял, короче, болашақта, короче, өскенде, короче, кім болғың келеді? Кім болғың келеді? Пока что қазір, именно қазір тикток, ютубқа шабыттанып жүрмін, так что ютубты дамытқым келеді, ар жағынан көреміз ғой енді. Ар жағынан көреміз, короче, да, короче, короче, енді саған төртінші сұрақ. Тиктоктан мани табасың ба? Мани. Тиктоктан вообще таппайды. Тиктокта, бәле жоқ андай монетизация деген. Ютуберлер сияқты бай алмайсың де. Короче, сондықтан 0 теңге таптым. Сен ютубер едің ғой еще. Бұл мені алдады, жақсы. Ютубтан ақша табасың ба? Конечно. Қанша табасың? Айт бол. О, доспыз. Досың, короче, достар болғаннен бастап де. Короче, айтпайсың ба, секрет па? Аха, қалың малымды айта аламын де. Жоқ, қалың малың, соны сүрмейміз. Так, саған енді қойылатын 5-ші сұрақ. Ома, өліп атсың ба? Енді барлық жігіттің сұрағына бір жауап бер, короче, жігітің бар ма? Жоқ, жігітім жоқ. Или жігітің жоқ жақсы, или андай жігітмен жүріп көрдің ба, неше жігітің болды дегендей, соған айтып жіберсең. Өмірде или Free Fire'да? Екеуінде де. Екеуін екі бөлек айт. Free Fire'да болған жоқ? Екеуінде. Болған жоқ екен, үндемей ақ қойын, жақсы көндім. Ладно, бір деуге болады. Бәсе сөйтіп айтып қойсын. Олардың аттарын айтып жүр. И то ол андай балалық шақ дейсің. Екеуінің атын айтпаймын. Кластасың ба? Параллель болды біреу жұмыста. Короче, бұл кішкентай тауық махаббат болды, жақсы. Енді саған қойылатын 6-шы сұрақ. Тикток түсіруден басқа, тиктокқа, короче, басқа ойын түсіресің ба алдағы уақыттарда? FIFA-дан басқа ойын? Қой, жоқ. Free Fire'ға айта уақыт жетпей жүргенде. Ертең мысалы Free Fire қызық болмай қалып, видеоларың өтпей қалған кездерде басқа ойын түсірмейсің ба?
онда тастаймын. Короче, жақсы тастаса онда TikTok тастап кетесің ба? Иә, енді қызықпасам, мұндағы Free Fire қызық емес болса. Если маған беріп кет, де, короче. Так, осы TikTok, Free Fire ойындарын қандай телефонмен түсіресің? iPhone 7. iPhone 7 ойнағанда андай қатып, фризовать етпей ма? Тек зарядкасы болмаса жей беретін. Тым үлгермейсің істеп. Сен сияқты жей беремін, иә. Так, саған ұнайтын, өзіңе ұнайтын топ 5 тиктокерлермен және ютуберлерді атап өтсең. Так, Милашка, Жасик, Рауан, И? Аделайда, Лия. Болды, 5 болды. Все, артық емес. Так, енді қалғандары ренжімеңдер деп айтып қойшы, енді кішкене ертең жылап ша деп араласпай қойық деп Я айтып серьезно, ойыма келген адамдарды айттым сразу. Иә, өтірік айтады. Так, короче, видео түсіруге, монтаждауға қанша уақытың кетеді? Көп аз дегенде. Так, видео түсіру 1 сағаттай кетсе, монтаждауға где-то 5-6 сағаттай кетеді шығар. Арасында демалып тұрамын енді, конечно, но көп кетеді. Короче, монтаждай алмаймын де. Монтаждай аламын. Айтам, понял ма? Иә. Так, енді саған 10 сұрақ болды, короче, енді бана өзің бір намекать еткен, бір балдарға, короче, тауық махаббаттарға бір намекать еттің, қалың малың қанша? 10 миллиард 10 теңге, миллиард. доллар. Так, короче, балдар, өте арзан сендер, шанс көп, короче. Точно 10 миллиард па? Өйтпейсің ба? Арзан сияқты слишком. Не, нормально сияқты, скидка пока что. Тиктокерім, ютуберім, инстаграм бар деп қойшы. Иә, короче, 10 сұрақ бітті. Енді тағы да бір сұрақ қойып жіберейін. Осыдан жаңадан бастап келе жатқан тиктокер, ютуберлерге бір айтып кететін ой пікіріңді айтып жібер енді. Мотивация типа. Если Free Fire прям қызық болса, түсіру қызық болса ғана түсіріңдер, ютубер, тиктокер болыңдар, ата қызық болса, онда видеоларында қызық бес болады, бір түсінгенім. И тиктоктан бастаған жақсы сияқты актив көтеріледі, потом ютубқа көшсеңдер, прям четко етеді. Менің советім. Адам көңілін түсіріп жібересің ғой, мына мотивациямен. Так, короче, иә. Так, короче, осындай лейдимен 10 сұрақтан асып кетті, бірақ ол мотивация өрт сендерге, енді мотивациясы күшті айта алмаймын. Иә. Так, короче, достар, осындай видео болды. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, және осы видеоға лайк басып, комментарий ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Артикс, және мына жерде динозавр киіп алып билет тұрған машинасында отырып тұрған лейди. Енді қоштасып жіберсің де. Давайте, чао, всем пока, люди. Давайте менің советімді қалай қолданыңдар. Миларыңа сақталыңдар деп қой. Так, короче, достар, келесі видеода жүздескенше, давайте.